Бүгінде 2024 жылдың 24 желтоқсан күні Батыр ағамыз Бауыржан Момышұлының туған күні мерекесіне орай Күреңбел қазақ орта мектебі мен тәрбие жұмыстары өткізілді. Бүгінгі тәрбие жұмысының ең басты мақсаты мектеп қабырғасындағы жас буынның сүйегі қатайып енді өскен уақытында жауынгерлік рухын көтеріліп, әскерге және өмірге деген, Қазақстанды қорғауға деген патриоттық сезімін ояту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Сондай-ақ оқушылар өте жақсы, білімдері мықты дамыған, сабақ барысында көптеген ойларын салып ортаға басым түсе білді. Бізде сонымен қатар әскери бөлімнен аяулы қыздарымызбен енді ғана келген 2 ай қызметін атқарған жас сарбазымызды ала келдік. Олармен бірге белсене қатысып, көптеген мәліметтер бердік деп ойлаймыз. Бүгін Бауыржан Момышұлы атамыздың туған күніне 114 жыл толуына орай әскери гарнизон қызметкерлері келіп, бізге өте жақсы әскери патриоттық кездесу өткізді. Момышұлы атамыздың болашақ үшін жасаған ерен еңбектері жайлы айтты. Біздің патриоттық сезімімізді оятып, Бауыржан атамыз жайлы көп мәліметтер білдік. Бұл кездесуден рухани білім алдық. Болашақта Бауыржан атамызды әрдайым мақтан тұтып қастерлейміз.